Қайырлы күн менің оқырмандарым, сіздермен бірге Алтын. Бүгін сіздермен орама немесе ханым жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 кесе жылы су құямыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз қосасыз. Бізге 900 грамм ұн қажет. Ұнды суға бөліп қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін қамырымыз қолымызға жаспайтындай болу керек. Жақсылап илеп аламыз да 10-15 минутқа тындырып қоясыздар. Енді салмасын дайындайық. Ол үшін ыдысымызға фаршымызды саламыз. Енді пиязды ұсақтау етіп кубик етіп кесеміз. Содан соң картопты да дәл осылай кубик етіп кесіп шығамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстіне май жағып шығамыз. Щеткамен жақсаңыз болады. Маған олай ыңғайсыз, сондықтан қолмен жағатын боламын. Май көп болып кетпес үшін қамырдың шетіне осылай жеткіземіз. Майды жағып болған соң қамырдың бетіне салмасын сүйіп шығамыз. Достар, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, жаңа шыққан рецепттерімді қараңыздар. Салмамызды сүйіп шықтық. Енді қамырымызды қыспай ораймыз, видеодағыдай. Мантоварканың астын, яғни кастрюльін су құйып қайнатамыз. Үстіне май жағып, ораманы бөліп саламын. Ораманың үстіне щеткамен майлап шығамыз. Суымыз қайнады, енді отты көбейтіп 45 минутқа қоятын боламыз. Міне орамамыз дайын, өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Менің каналымда бұдан да басқа рецепттер бар. Каналыма өтіп көрсеңіздер болады. Пирогтардың, самсаның, торттардың, салат түрлері, ыстық тағам түрлері де бар. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыз, ас болсын.